Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздермен екінші рет 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне арналған сыйлық жасайтын боламыз. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Алдымен осы үйдегі қорапша, керек емес қорапшадан әдемі сыйлық жасайтын боламыз. Осы қорапшаның ішіне гүлімізді қоятын боламыз. Алдымен гүл жасамай тұрып, гүлдің сабағын жасаймыз. Сабағын жасау үшін кішкене жіңішке сым темірлерді дайындап аламыз. Сым темірлердің бойлары бір тегіс емес, біреуі кішкене, екіншісі орташа, үшіншісі кішкене биіктеу болып келеді. Біріншісінде 4 см, екіншісі 5 см, 6 см болып келеді үшеуі. Осылардың бәрін дайындап алып, қараңыздар, кескішпен кесіп аламыз алдымен. Осы сым теміріміздің сыртын қазір арнайы лентамыз бар, ішіне клей осылған, сонымен қоршайтын боламыз. Алдымен біз өзімізге сенімсіз артсақ, ыстық клейдің басына кішкене ыстық клеймен клейлеп алатын боламыз және сыртын қоршаймыз. Қалған осындай сабақтарында сөйтіп осы лентамен қоршап шығамыз. Мінеке дайын болды сабақтары. Енді осы сабақтарына түбіне кәдімгі өзіміздің қолданып жүрген баклажканың қалпағын аламыз. Осы қалпағын 5 жерден ыстық клейдің арасында тесіп аламыз, қақпағын. Сонда біздің гүліміздің сабағы осы тесікке орнатылатын болады. Мінеке енді тек қана жиі емес, ортасын кішкене ашық қылып тесеміз. Сонда өзіміздің гүлдеріміз жан-жаққа қарап тұратын болады. Енді осы тесіктерді спашка таяқшамен алдымен бірінші тесіп аламыз орнығып. Сонда таяқшамыз оңай кіретін болады сабағымыз. Мінеке сабақтарымызды бірінші орналастырып аламыз. Мінеке біз қақпаққа сабағын, гүлдің сабағын орналастырып қойдық. Енді осылардың жан-жағын ажыратып, түбіндегі артық тесіктеріне ыстық клейді құятын боламыз. Қарап отырыңыздар. Өте оңай, жасайым дейтін адамға, ындасы бар адамға өте оңай. Ортасын ашамыз кішкене. Сонда гүлдеріміз ортасы ашылып, тақа-тақа болып тұрады. Енді асты жағын клейлейтін боламыз. Сонда нық тұрады. Біздің гүліміздің сабағы дайын болды. Енді астына орналастыратын дайын біздің пластмасс затымыз бар. Соны бір-біріне клейлеп жабыстырып қоямыз. Үйлеріңізде керек емес, картон болсын, қорапша болсын, не зат болса тастауға қимасаңыздар, осындай зат істесеңіздер болады. Аналарыңызға, әпке сіңлілеріңізге және де қасындағы құрбыларыңызға да жасап берсеңіздер болады. Мінеке менде дайын, үйде тұрған дайын майда-майда гүлдерім бар. Соны бастарына тыға қоямыз. Қараңыздар. Мына гүл керек емес, осын мусорға құрта салайын деген ойларыңыз болмасын. Осындай заттарды кішкене іске асырып, сыйлық ретінде тапсырсаңыздар болады. Мінеке гүліміздің мінеке 5-шісін жабыстырамыз. Қараңыздар, кәдімгідей әдемі бір жерде үйіліп өсіп тұрған гүлдің бейнесі. Енді осы қорапшаның ішіне жабыстырып қоямыз.
мінекей жабыстырдық. Енді біз осы қорапшаның сыртын әрлейтін боламыз. Сонда сыйлыққа кішкене әдемі болып тұрады. Енді осының сыртын әрлеу үшін бізге бетіне кішкене күлеңкі керек. Ашық, кәдімгі терезе сияқты күлеңкі керек. Ішінен көрініп тұратын. Соны қолданатын боламыз. Мінекей гүліміздің ішінде, қорапшаның ішіне гүл қандай әдемі болды. Енді бізге мінекей біз күлеңкіміз осыны тура картонның үстіне, қорапшаның үстіне дәл қойып, өлшеп қырқып аламыз. Бізге екі қабат керек емес, бір қабатты қылып, ортасынан артық күлеңкіні кесіп тастаймыз. Сонда кішкене жұқа әдемі көрінетін болады. Енді осының екі шетінен скотчтың көмегімен жабыстырып тастаймыз. Алдымен екі шетін жабыстырып аламыз, ажырап кетпес үшін. Екі шетін мінекей скотчпен жабыстырамыз. Енді екі шетін бір-біріне бүктеп, шет-шетінде жабыстырып қоямыз, ажырап кетпес үшін. Екінші бетін жабыстырамыз. Мінекей біздің қорапшамыздың ішіндегі гүл ішінде қалып кетті. Енді сыртын әрлейміз. Аспан көк, қанық аспан көк түсті лентамызды әрлейтін боламыз. Ұштарын кәдімгідей үшбұрыш қылып қырқып аламыз. Енді осының ортасын кәдімгідей көбелек сияқты буып қоямыз резинамен. Дайын сары резинамызбен буып тастаймыз. Болды мінекей. Енді осы көбелегіміздің бетін моншақпен жабыстырып қоятын боламыз. Сары моншақпен. Сонда көбелегіміздің үсті әдемі болады. Ұнап жатса, әрине дәреке жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса, сұраққа жауап беруге тырысамын. Міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Мінекей менің қорапшам дайын болды.